Асыро ыдырап, әр кім өз көрпесін өзіне тартып жатқан кезеңде бағымызға тәуелсіздік бұйырып, бабалар аңсаған азаттықтың туын көтердік. Талай зобалаң жылдарды басын өткеріп, 70 жыл бойы боданда болып келген қазақ жұртының рухы асқақтап, ерекше тебіреністе болды. Мемлекет тізгініне келген қазақтың тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен егемендік туралы заң қабылданып, тәуелсіздіктің байрағын желбіреткен еліміз дербес мемлекет құрды. Алаш арыстар аңсап кеткен тәуелсіздік таңы осылай атты. Енді ғана егемендігін алған Қазақстанда алда талай күрделі асулар күтіп тұрды. Рас, бұл кезде өндіріс орындар тоқырап, екі қолға бір күрек таба алмағандар саны артып кеткен еді. Ел экономикасы ақсаған заман. Бірақ талай зұлмат жылдарды басын өткерген қазақ елі бұл кезеңге де төзе білді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен дамудың үлгісі жасалып, болашаққа деген алғашқы қадамдар жасала бастады. Көрші елдер, басқа елдерде әртүрлі модель қабылдады ғой. Соның ішінде біз бір жағынан ең керекті, алғашқы кезде қиын болғанымен, бірақ осы реформаларды нарықтық экономика көшуге елбасының осындай үлкен саясаты іске асты деп айтуға болады. Нәтиже берді. Соған қарағанда қазір мына шағын бизнестің дамуы, кәсіпкерліктің дамуы, экономика көтерілуі, еркіндік берілді. Осының бәрінің басында енді ыдыратпай, бірақ дегенмен де мына заң жүйесінде, заң тарапында дегенде экономика дамып келе жатыр. Ел экономикасының тасы осылайша өрге домалап кете берді. Бір кездері тоқырап қалған өндіріс орындары қайта жанданып, жұмыс орындары ашыла бастады. Шағын және орта бизнеске еркіндік беріліп, дағдарысты еңсеруге кірістік. Бұл кезеңде басын өткеру оңайға соққан жоқ. Егемендік алғалы бері еліміз біраз кезеңнен өтті. Алғашқы кездерде қиын кезеңдер болды. Дағдарыс, Совет одағы ыдырады, қиындықтар бәрімізге белгілі. Бірақ содан бері талай реформа өткізілді. Енді реформаның арқасында қарасаңыздар, біз қазір осы соң 2008-дің нәтижесі бойынша Қазақстан дүние жүзінде 54-ші орын, экономик көлем жағынан. Біздің көрші елдерге қараған кезде, мысалы, Тәжікстаннан 14 есе, Өзбекстаннан 4 есе асып кеткен ел. Ал бір кезде бірге бастадық. Бір кездері бірге бастаған ТМД елдерінің ішінен Қазақстан оза шауып шықты. Елдің еңсесі тіктеліп, қарқынды даму басталды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен, ел парламентінің мақұлдауымен 1997 жылы Қазақстан астанасын Ақмолаға көшіру туралы шешім қабылданды. Бұл кезде көпшілік президент бастамасына күмәнмен қарағаны белгілі. Бірі Алматыдан азынаған арқаға қоныс аударғысы келмесе, енді бірі Ақмоладан астана салу оңай шаруа емес деген ой түйді. Осыдан азғантай жылдар бұрын бізді азынаған осы жерге алып келгенде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Біз Астана болу үшін бұл жер әлі де біраз уақыт керек етеді ғой деп іштей уайымдағанбыз. Арада 4-5 жыл өткен жоқ. Көз көріктірер, көз тартар керемет үлкен ғимарат пайда болды, ғимараттар. Ал қазір Қазақстанның астанасы әлем жұртшылығына түгел аян. 21-ші ғасырда біз құсап астана салып жатқан басқа ел жоқ. Бір кездері Ақмола, кейіннен Астана болып өзгертілген шаһар қазірде адам танымастай өзгерген. Бұған қаланың қазіргі көрікті көрініс айғақ бола алады. 10 жыл ішінде аспанмен астасқан талай зәулім ғимараттар, әлеуметтік, іскерлік, мәдени нысандар, алдыңғы қатарлы тұрғын үйлер бой көтеріп, Астана аруланып шыға келді. Ақмоланы елдің бас қаласына айналдыру бұл оңай емес, бұл масқара.
ғажайып қажырды қажет ететін адамдан қандай бір жігерді, ерік күшті қажет ететін дүние. Осының бәрін біз ел ретінде жұмылып, бір жағадан бас, бір жағынан қол шығарып, президент Назарбаевтың осы идеясын ел болып жұрт болып қолдағандықтың арқасында әлем алдында мақтанып, осы кейінгі бір 20 жылда Астана салған қазақтан басқа ешкім жоқ. Астана салып шықтық. Бұл біздің бір елдігіміздің, бірлігіміздің бір көрінісі деп қараған жақсы. Еуразия кіндігінен бой көтерген әсем Астанаға биыл 11 жыл толды. Біреуге аз, біреу үшін көп уақыт. Ал осы мерзім ішінде, яғни 1999 жылы елордамыз ЮНЕСКО-ның әлем қаласы сыйлығына ие болды. Араға жыл салып әлемді аузына қаратқан іскерлік шаһарлар кіретін астаналар және ірі қалалар халықаралық ассамблеясы атты беделді ұйымға мүше болды. Сөз жоқ, баланың жасындай аз уақыт ішінде алып шаһар тұрғызып, әлемдік деңгейге жету оңай шаруа емес. Ал бұл нәтижеге елбасының батыл қадамы мен көрегендігінің арқасында жету мүмкін болғанына ешкім шүбә келтіре қоймас. Бұлардың бәрі сол Астананың жай барақат салынып атқан Астана емес екендігіне, әрбір жаңағы осы құрылысқа ерекше мән беріліп, сол елбасының бір өзінің таңдауымен, сол кісінің қадағалауымен, сол кісінің жаңағы өзінің бір мәпелеп, бір өсірген өсімдік сияқты әрбір нәрсені өзі қарап жасаған нәрсені суреттейді. Сондықтан Астана бір керемет әдемі, сондай тамаша қала болып бара жатыр. Қазақстан демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет. Ел конституциясында осылай жазылған. Бұл ретте 1994 жылдан бастап елімізде бірқатар құқықтық реформалар жүргізілді. Сот және құқық қорғау органдарының жұмысын жетілдіру бағытында талай заңнамалар дүниеге келіп, құқық саласында оңтайлы өзгерістер пайда болды. Қысқасы, заңды орындап, сақтау керек болды. Президент жанынан адам құқығы жөніндегі комиссия құрылып, азаматтардың шағымына көңіл бөлінді. Алқабилер соты жүйесі әзірленіп, іс жүзінде жұмыс істей бастады. Прокурордың тұтқындауға санкция беру құзыры сотқа берілді. Тағысы, тағылар. Бұның барлығы азаматтардың бостандығы мен құқын қорғау бағытында жасалды. Біз екі ата заңымызды қабылдадық. 93 жылғы ата заң ол енді бір уақытша сол кезеңнен өту заңы болды. Ал 95 жылғы ата заңның арқасында біз жаңа мемлекет болдық. Мүлде нарықтық, бұрынғы мысалы авторитарлық режимнен нарықты экономикаға көшкен мемлекет болдық. Құдайға шүкір, мінекей сол ата заңымыздың жоғарғы бағаланған кезінде шетелдік сарапшылардың бағасын алған ата заңның арқасында мінекей биыл өзіміздің 17 жылдығымызды да атап өтіп жатырмыз. Сондықтан да мен айтар едім, тек қана осы ата заңның өзін ғана айтатын болсақ, бұл осы біздің мемлекетіміздегі ең үлкен құқықтық реформаның негізі деп есептеледі. Сол ата заңның негізінде бізде жаңа мемлекеттік құрылым пайда болды. Жаңа үкіметіміз, жаңа сот жүйеміз, бұның барлығы да мүлде бұрынғы біздің 17 жылдан бұрынғы мемлекеттік құрылымызға ешқашан ұқсамайды. Елімізде саяси, экономикалық, құқықтық реформалармен қатар Қазақстанның рухани, мәдени өміріне ерекше назар аударылды. Ауыз толтырып айтатын нәтижелер жеткілікті. Президент бастамасымен 2004 жылы мәдени мұра бағдарламасының тұжырымдамасы бекітіліп, құнды қазыналарымыз қайта жаңғырды. Шетелдерде шаң басып жатқан ұлтымыздың тарихынан сыр шертетін талай құнды дүниелеріміз елімізге қайтарылды. Көне қалалар мен қорғандарға зерттеу жүргізіліп, жәдігерлер жаңарды. Араб елдеріндегі жазбалар, батыс елдеріндегі біз туралы айтқан қомақты сөздер, сол бабаларымыздың жағы тасқа кеше күлтегін заманда тоны көп кезегінде қалған сөздері, бұның бәрі жаңғырып қайтадан бүгінгі жаңа ұрпаққа келіп жатыр. Осының бәрі мәдени мұра дейтін айдыны кең, елге берер айбыны мол, осындай рухы асқақ ұрпақты тәрбиелейтіндей міндетін миссиясын атқарып жатқан бағдарлама деп бағалауға тиіспіз. Осылайша бабалар аманаты қазіргі буынға жетіп жатыр. Бұл кезінде жойыла жаздаған ұлтымыздың рухын асқақтатып, мәртебесін биіктетіп,
ұлт мұрасын ұлықтауға септігін тигізері сөзсіз. Бұнымен бағдарлама тоқтап қалмайды. Ел үкіметі айтулы жобаны 2011 жылға дейін ұзартты. Демек, әлі талай құнды жәдігерлеріміз бен тарихи деректермен қауышатынымыз анық. Бұл жай ғана бір жылдың ғана шаруасы болған жоқ. Міне қазір байқап отырсыздар, толып жатқан институттар, толып жатқан осы жағы атқару орындары, жалпы халықтық мүдделі қолдайтын мекемелердің бәрі жаппай осы мәдени мұраны насихаттауға, соны жүргізуге кеңінен атсалыса бастады. Жоғарғы оқу орындарында алып барамыз, тарихымызды, әдебиетімізді, немесе осы саламен айналысып отырған арнайы институттар, зерттеу институттары бар, мектептер, бұның бәрі түгел осы бағдарламаны жүзеге асыру үшін орасан шаруалар атқара бастады. Бүгінгі таңда ат тұяғы мұжылып, құс қанаты талатын байтақ жерімізде 130-дан астам ұлт өкілдері мекен етуде. Пейілі өзінің байтақ сахарасында кең қазақ халқы тағдыр жазуымен жерімізге қоныс аударған ұлттар мен ұлыстарды шеттеткен жоқ. Пана болды. Бір үзім нанымен бөлісіп, өсіп, өнуіне себепкер болды. Осының арқасында ұлт ретінде тілін, дінін сақтап қалды. Қара шаңырағымыз, шыққан жеріміз осы қазақ жері ғой. Тіліміз де бірге ұқсас, салт дәстүріміз де ұқсас, балқар халық пен қазақ халқын. Сол мен тағдырым ол Қазақстанмен байланысты әрқашанда. Елбасы саясатының арқасында Қазақстандағы барша ұлт өкілдері тату-тәтті күн кешуде. Әлем елдерінде талай қақтығыстар мен қан төгістер болып жатқанын көзіміз көріп отыр. Шүкір, еліміз тыныш, халқымыз дін аман. Бұл тұрақтылық пен тұтастықты нығайта түсу мақсатында елбасы парламенттен ассамблея мүшелеріне 9 орын бөлуді ұйғарды. Президент өз сөзінде қарыштап дамыған Қазақстанның дамуына және тұрақтылығына еліміздегі этностардың үлес қосып отырғанын атап өткен еді. Бір сөзбен айтқанда, еліміздің саяси тұрақтылығын сақтап, халықтың әлеуметтік жағдайын арттырып, одан әрі гүлдену үшін ынтымақтастық пен бірліктің орны бөлек болды. Бірлік, ынтымақ болған жерде әрқашанда ата-бабадан айтылып келеді ғой. Тіршілік те болады. Ең үлкен байлығымыз Қазақстанның сол ауызбіршілік дегеніміз. Ол елбасы соны әрқашанда қайда жүрсе де, қайда болса да, тек қана өз елімізге тұрмақ, бүткіл әлемге де айтып келеді ғой. Билік өзге ұлттармен қатар жат жұртта қалып қойған қандастарымызды да назардан тыс қалдырған емес. Бір кездері шетел асқан бауырластар тәуелсіздік алған жылдардан кейін елге шақырыла бастады. Қазақ топырағына қандастарымыздың алғашқы легі келіп қонғанда тебіренбеген жан болмады. Жергілікті билік олар үшін қолдан келген жағдайды жасады. Осылайша ұлы көш басталып кетті. Тарихи отанына оралғандар қазірде жергілікті жұрттың қызығы мен шыжығын бірге көріп, ел мүддесі үшін еңбек етуде. Қазақстандағы холокост, ол Израильдағы холокосттан аз болған жоқ. Сондықтан біздің халықты өзінің отанына шақыруға біздің үкіметіміздің правосы бар еді. Сол правоны пайдаланып, соңғы 20 жылдың ішінде халқымыз әлі де түгел келген жоқ, бірақ дегенмен бет бұрысы өте жақсы. Жылдан жылға келіп жатыр, оның жағдайлары түзеліп келе жатыр. Алғашқы кезде көмектесуге жағдай болмағаны рас, қиындықтар болғаны рас. Бірақ қазір Қазақстанның түгел халқы жиналса осы қазақ жерінде. Ол біздің болашақтағы құлпыруымыздың басты кепілі болар еді. Егемендік алған жылдардан бастап Қазақстанға 700 мыңнан астам қандасымыз оралыпты. Бұл жергілікті халықтың демографиялық жағдайына орасан үлес қосқан анық. Шетелдерде қазірде 5 миллионнан астам қазақ тұрып жатыр. Жат жұртта қалып қойғандарды елге шақыру үшін жыл сайын квота бөлінуде. Демек, Қазақстандағы қазақ саны жыл сайын арта түсері анық. Қазақстанның серпінді дамуы әсіресе 2000 жылдары қарқын алды. Елімізге инвестиция ағылып, ғаламдық экономикамен ықпалдасуға мүмкіндік туды. Шет мемлекеттермен алыс-беріс артты. Еңбекақы мен әлеуметтік төлемдер жыл сайын өсіп отырды. Бір сөзбен айтқанда, экономика жан-жақты ілгері басты. Қазір елімізде экономиканың 50 шақты саласы, қызметтің 100 саласы дамып келе жатыр.
бізде бұрын болмаған жаңа салалар пайда болды. Оның ішінде жиһаз өндіру, құрылыс материалдар өндіру, айтатын болсақ, шыны өндіру, қағаз өндіру дегендей сондай жаңа өндірістер пайда болды. Соның арқасында қазір еліміздің даму, сыртқа шығару товардың көлемі 70 миллиардтан асты. Біз өзіміздің товарларымызды 192 елге шығарып жатырмыз. Соны қарасаңыздар, тек қана мұнай емес, қазір соның саны 500-ден асты. Елімізде өндіріп сыртқа шығаратын товарларының. Қазірде әлем елдерін дағдарыс жайлап алғаны белгілі. Бұның салдарынан тіпті дүние жүзіндегі алдыңғы қатарлы елдердің өздері әжептәуір абыржып қалды. Ал бұның салқыны Қазақстанда айналып өткен жоқ. Шұғыл етек жеңді жиған билік дағдарысқа қарсы амалдарды қарастырып, арнайы бағдарлама қабылдады. Қытайлықтарда бір мақал бар екен, дағдарыс деген екі иероглифтан тұрады дейді. Біріншісі ол құлдырау, екіншісі жаңа мүмкіндіктер деген сияқты. Сондықтан біздің елбасымызда осы дағдарыстан жаңа мүмкіндіктерді пайдаланып, келешектегі дамуға жол көрсетіп отыр. Мынау Нұр Отанның кейінгі съезінде бұл кісінің жаңа бағдарламасы, инновациялық индустриялық бағдарлама деген бағдарлама, ол сол ертеңгі күнге жаңа бізді сілтеп отыр, жол көрсетіп отыр. Сондықтан ең бірінші бірден бір бірегей жаңағы жолы әрине мынау өзіміздің жаңа технологияларды енгізіп, шикізатқа жаңағы біз қарап қалмай, мынау индустриялық осы бағдарламамызды жүзеге асыра алсақ, бізде осы жаңа шикізатты дайын товарға дейін дайындайтын. Әсіресе мынау шикізатымыз бітсе, ауыл шаруашылығының товарлары бар. Бұл ретте ауыл шаруашылығын дамытуға ерекше назар аударылмақ. Өйткені агроөнеркәсіп ел экономикасының басты бөлігі болып табылады. Қаражат бөлінді, енді тек жүзеге асыру қалды. Айта кету керек, қазірде әлем елдерінде жұмыссыздар саны артып, көптеген кәсіпорындар жұмысын тоқтатып жатыр. Елімізде дағдарысқа қарсы барлық шаралар жасалып жатыр. Ең бастысы, әлеуметтік жобаларға бөлінетін қаражат өспесе, қысқармайды. Дағдарыс деп жатырмыз, қиын заман деп жатырмыз, бірақ біздің президентіміз айтқан бір сөзі бар. Ана әлеуметтік проект болсын, мына қаржы жағы болсын, бір тиынға да өзгермейді, бәрі сол орнымен қалады деп. Ол өте дұрыс шешім. Неге десеңіз, енді кейбір проекттер болар, олар кішкене күтіп тұру мүмкіншілігі болады дегендей. Бірақ елдің, жұрттың жағдайын мен ойымша ойлау керек. Тек ол бірінші номер ретінде санау болады. Сол ретінде президенттің айтқан сөзі, менің ойымша қазір көзіміз оған жетіп тұр. Бәрі сол айтқан сөзімен жасалып жатыр, болып жатыр, орындалып жатыр деп. Ол білім, ғылым, сосын енді дәрігер жағы, медицина жағы болсын, бәрі сол бұрынғы проект бойынша жасалып жатыр. Дағдарыс уақытша құбылыс. Қайсар қазақ халқы бұдан да ауыр кезеңдерді басып өткергені тарихтан белгілі. Қандай да болмасын қиында, күрделі кезеңдерге төзе білді. Ертеде көшпелі өмірдің 30-шы жылдары аштықтың зардабын тартты, тапшылық көрді. Сұрапыл соғыс жылдарындағы қиын заманға көне білді. Соған қарамастан жойылмай, ұлт ретінде сақталып қалды. Беріректе 90-шы жылдардың дағдарысы тұрды. Тәуелсіздік туын жаңа көтерген қазақ ұлтын күрделі кезеңнен бүгінгі күнге жеткізген көшбасшы Нұрсұлтан Назарбаев екеніне дау жоқ. Бүгінгі дағдарыстан алып шығатын да елбасы екеніне шүбә жоқ. Каждый народ заслуживает своего правителя дейді орыстар айтады. Әрбір қауым өзінің басшысына лайық дейді. Енді қарап отырсақ, біз жайында қазір сырт не дейді? Елдің Қазақстан жайында ұғымы қандай ұғым қалыптасты? Біздің әлем алдында имиджіміз дейді ғой қазір. Имиджіміз қандай? Меніңше оң имидж қалыптасты. Қазақстанға деген елдің құрметі, бүкіл әлемнің құрметі жақсы, өте жақсы. Осыған себеп болып отырған кім дейтін болсақ, сөз жоқ, Назарбаевтың тұлғасын нақты біз айта аламыз. Ел дегеніміз, елдің қандай екенін айтам, еріңді көрсет. Еріңнің қандай екенін айтам, еліңді көрсет.
бұл қазақтың ғасырлар бойы қалыптасқан бір тұжырымды бір мәмілелі тоқтамды сөз. Олай болатын болса, ел мен елбасыны біз бөлмейміз. Ел мен елбасы. Екі ұғымды бөліп жаруға болмайды. Әркім өз басшысына лайықты. Мемлекеттің бағыты мен келешегі тікелей көшбасшыға байланысты. Шүкір, бағытымыз түзу, болашағымыз айқын. Ең бастысы, көш бастап келе жатқан нар тұлғамыз бар. Ол Тәуелсіз Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев.